бізде математика сабағы, біздің тақырыбымыз санды өрнектерді салыстыру және Қазақстан халықтарын қамту. Ал онда балалар, Қазақстан халқы туралы қаны біз шарттық шеңбер құрайықшы, орындарын сұрайық. Қазақстан бұл күнде құрылған көп ұлттардан, өзбек, қазақ, қырғыздан, өзбек, башқұрт, татардан достығымыз жарасқан. Ал отырамыз. Таң отырғанда қалай отырамыз? Сабаққа дайындалып, басымыз көтерейік, тамаша отырайық. Ал бұлай болатын болса, балалар, сабағымызды біз доп лақтыру ойыннан бастаймыз. Қана бұрын біз өткен болатынбыз артық немесе тең немесе кем ұғымдан өткен болатынбыз. Қана соған бір не жасайық, қайталап өтейік. Кәдімесіне допты лақтырам, сендер маған жауап беріп лақтырасыңдар. Ал 5 және 4 қайсы түркен? 4 және 3 қайсы түркен? 4. 8 және 10 кішісі қайсы? Жақсы. 5 және 6 6 үлкен, жақсы. 9 және 10 қайсы түркен? 10 үлкен, жақсы. 6 және 5 қайсы түркен? 6 үлкен. 10 және 3 қайсы кіші? 3. Ойбай, жақсы. Ал 5 және 10 қайсы түркен? 10. 9 және 8 қайсы түркен? 9. 6 және 5 қайсы түркен? 6 үлкен. 3 және 4 қайсысы кіші? 3. Ал, жақсы. Ал балалар, доп лақтыру әдісімен жауап берген балаларға бағалайық, кішкентай бармақ әдісімен бағалайық. Қалай жауап берді? Жақсы, өте жақсы. Осылай жауап берді балалар. Ал олай болатын болса балалар, тағы мен естеріңе түсірейін. Біз бұрын қандай таңба еді? Тең, артық, немесе тең. Осындай ұғымды өткен болатынбыз. Қазір енді біз өрнектерді салыстыру арқылы ары қарай тағы да өтетін боламыз. Енді қараңдар. Менің қолымда қанша кітап тұрсаңыздар мына жерде? 7. Қайсысы артық? Қайсысы артық? Біреу артық, дұрыс айтасың. 6 артық па? Жоқ, 5 артық па? 5. Қайсысы артық? Артығын сұрақтырмын, кішісін сұрақтырған жоқпын, артығын сұрақтырмын. Жақсы. Ал олай болатын болса, мына тәттілерді енді сұраймын. Мейірім айтшы. Қайсысы үлкен? 3 үлкен. Қайсысы кіші? Амина, қайсысы кіші? 2 кіші. Егер де бұндай кездесетін болса балалар, бізге онда бұны теңсіздіктер деп айтамыз балалар. Бұдан былай, егер де біреу артық, біреу кем болатын болса, оны мұнда теңсіздіктер деп айтады екенбіз. Ал енді қараймыз. Мына жерде қаншадан бөлек бар? Айта ғой, қаншадан бөлек? Сізге қаншадан бөлек? 5 астында? 5. Яғни қайсысы артық, қайсысы кем? Немесе тең бар? Тең. Дұрыс айтасың, тең. Мұналшы? Қол көтеріп айтайықшы, қол көтеріп. Аяр айта қойшы. Қанша үшбұрыштың үстінде? 5. Астында? 5. Екеуі қандай? Үстінде 5. Астында 5. Екеуі қандай? Тең. Егер де бұндай ұғымдарды балалар, бұдан былай теңдіктер деп айтады екенбіз. Жаңағындай тең болмаса, олар теңсіздік дейді екенбіз, ал тең болатын болса, бұндай ұғымдарды теңдік деп айтады екенбіз. Жақсы балалар. Ал олай болса балалар, бірінші тапсырманы, оқулықтағы бірінші тапсырманы орындаймыз. Қараңдар, бірінші тапсырма мінекей. Суретте ұлттық
сіздер қанша бала бейнеленіп тұр, айналып айта қойшы. 2 бала. Ұлттық киім киген. 4 бала. Барлық ұлттық киім киіп тұр бала. 10 бала. Жақсы, 10 бала екен. Енді бізге бұлай деп жатыр. Ұлдар мен қыздардың санын салыстыр дейді. Қанша ұл бар, қанша қыз бар? Дұрыстап қараңдаршы. Қанша кітаптарынан қарайды сіз балалар? 5 қыз. Айта қойшы Нұрали. 5 қыз, 5 ұл. 5 қыз. Яғни олар қандай балалар? Салыстырыңдаршы. 5 пен 5 тең ба, жоқ артық па? Тең. 5 пен 5 тең екен. Енді бізге мынандай сұрақ тұрып тұр балалар. Музыкалық аспабы бар балаларды басқа балалармен салыстыр. Музыкалық аспабы бар балалар қандай? 1 бала санаймыз. 2 Шақ балада музыкалық аспап бар екен. Осыны басқа балалармен салыстырамыз. Яғни 3 бала музыкалық аспабы бар. Қанша балада музыкалық аспап жоқ? Кім айтады? Ой, кім? Алихан. Бәріміз емес. Айтшы, Алия. 7. Яғни 7 мен 3-ті салыстыршы. Қайсы үлкен, қайсы кіші? 7 үлкен, 3 кіші екен. Мінекей осындай балалар. Сіздің Қазақстанда балалар көп ұлттар тұрады, жаңағымыз айтты. Мына ертең қазақтар, өзбектер, орыстар, украиндар, немістер екен балалар. Естеріңе сақтанып ұлттық киімдер. Енді балалар, мына бірінші тапсырмаға жауап берген балаларда бағалайшы балалар шапалақтап атысымен. Жақсы. Рахмет. Балалар жақсы жауап берді. Екінші тапсырманы қараңдаршы, кітаптарында. Екінші тапсырмада ұлттық киім киген қыздар тұр, немесе ұлттық киімдер. Ұлттық киімдер қараңдар. Менің қолымда ұлттық киім киген қыздар тұр. Енді осыны қазір біз балалар салыстырып көреміз. Қараңдар. Қараймыз. Мерекем айтшы. Оң қолымда қанша қыз тұр, сол қолымда қанша қыз тұр. Яғни екеуі салыстырда маған айт. Тұраған. Үш қыз. Екеуі қандай? Тең, жақсы. Ал енді, мен былай қоятын болсамшы, сен отауыз айта қойшы. Қайсысы көп? 4-еуі көп екен. Енді басқаша қойайық қанекей. Бізге айтады Нұрали. 5 қыз көп па, жоқ 1 қыз көп па? 5 қыз көп екен, я? 1 қыз аз, я? 5 қызға қарағанда. Енді қараңдар, бұлар қандай ұлттық киім киіп тұр? Қазақ ұлтының киімдерін киіп тұр екен. Енді бұлай етсек шал. Жауқазын, айта қой. Оң қолымызда 2 қазақша көйлек киіп тұрғанбыз. Сол қолда 4 қыз. Барлығы емес, енді осылар салыстырып көрші, 2 көп па және 4 көп па? 4 көп. 4 көп. Яғни бұны теңдік дейміз, теңсіздік дейміз ба? Теңсіздік дейді екенбіз, жаңа айтқанымыз, егер де тең болмаса, оны теңсіздік дейді екенбіз. Ал енді, бұлай болды ал, бұның теңдік дейміз, теңсіздік дейміз ба? Теңдік дейміз, дұрыс айтасыздар, теңдік дейміз. Жақсы. Ал енді олай болатын бұлар дәптерді ашайық. Дәптерді ашайық, mesela дәптерде не берген түсіндірем. Дәптерді қараңдаршы. 90-шы қоңырауда қараңдар. Бірінші тапсырманы қараңдар, балалар, тақта қараңдаршы. Дұрыс тапсырма болмасаңдар, істей алмайсыңдар, қараңдар. Мына бірінші тапсырманың, берілген бірінші тапсырманың, мінекей мына біріншісінде қоршауда тұр ғой мінекей. Белгі стандарт табамыз. Яғни қара. Мына жерде қанша берілген? 6. Неге алтыны жазасыңдар да? Қаншаны алыстаймыз? 2. Мұны? 2 алыстайды екенбіз. 2 бала,
мына тапсырма. Міне осыларды орындаймыз. Жазыңдар. Altıda babam dörtte var mı? Sekiz. Алдынан төртті аламыз. Барлығы қанша болады? Біріншісі барлығы қанша? Алтаудан төртеуін аламыз. Мына аха. Алтау ғой мына, қараш. Алтаудан төртеуін сызып тастапты. Яғни мына жаққа жаздың ба? Жазыпсың ғой, дұрыс қой. Енді мынаны не қыласың? Екеуге үшеуді қосасың мына жерге. Алла түсінбедіңдер ме? Бірінші тапсырманы мінекей. Мыналар мына. Екіншісі мынау мінекей. Мына біріншісі мінекей. Мына жерге жазылады да, мына екінші тапсырма, мына жерге жазылады мінекей. Мына жерге. Көрдіңдер ме? Мына бірінші тапсырманікі, мынау екінші тапсырманікі мынау мінекей. Үшінші тапсырманікі мынау. Алтаудан екеуін аласың. Алтауын жасашы, алтаудан екеуін аласың. Алтыны жаршы, мына қаш, алтауына алты гүл ма? Алтауын жазасың да, төртеуін алып тастайсың. Төртеуін алып тастап та қараш. Мына жерде енді мінеке 5 гүл ма? 5 гүлден 2 гүлін алып тастайсың мына жерден. Ала ғой. Ал балалар, бәріміз дәптерді орындап бітірдік. Кім қалай орындатқан өздеріңіз бағалаңдар бармақ әдісіменен. Білеміз, кім қалай орындағанын бәріміз біліп отырмыз. Қалай бағалаймыз? Ахат, өзіңді қалай бағалайсың? Жақсы. Ал балалар, қолымыз қапсады қойсын. Кәдеки, серікті сәсін жасайықшы, орнымыздан тұрайық. Орнымыздан тұрамыз. Нұр Сұлтан, орнымыздан тұрамыз. Biz ko'p жаздық, ko'p жаздық. Bizning qo'limiz shashadi. Alga demalайық, so'dan keyin жазайық. Ал, жақсы, отырамыздар. Ал, бірақ жұмысымызды жалғастырамыз. Ал, балалар, келесі 4-ші тапсырманы орындаймыз. 4-ші тапсырмада кітаптарында тұр суреттер берілген. Суреттер бойынша теңдіктер мен теңсіздіктер қарастырамыз. Мына қараңдар. Мына 1-ші тапсырманікі мынау, 2-ші тапсырманікі мынау, сол жақтарында тұрған және 3-ші тапсырманікі ең соңғысы. Кәне 1-ші тапсырманы кім айтады екен? Аймен айта қойшы. 3 моншаққа қосамыз 2 моншақ. Қанша? Болады 5 моншақ. 5 моншақныкі, 5 моншақ болады екен. Енді 3 моншаққа қосамыз 3 моншақ. қанша болады? Тең болады 6 моншақ. Яғни қайсысы көп? 6 моншақ. 6 моншақ көп. Даусын шығаршы. Жақсы отыра ғой. Ары қарай. Келесі айтады Әлияр. 3 сырға қосу 2 сырға. 6 сырғадан 6 сырғадан алу 2 сырға. Сонда неде қанша болды? 5 мына жақта? 4 Яғни қайсысы көп? 5 сырға. 5 сырға көп екен. Дұрыс айтасыздар. Артық екен. Артық деп айтасыздар болады балалар. Келесі ең соңғысын кім айтады маған? Ең соңғысын Жауһарын айтамын. Жауһардың көзін көре алсаң айта қоямын. 3 сырғаға, 5 сырға екен барлығы. Одан аламыз 2 сырға. Қанша болады? 3 сырға. Иә, мына жерде қанша сырға барлығы? 6 сырғадан қанша аламыз? 3 сырға. 3-ін аламыз. Қанша болады? 3. Яғни, бұлар қалай екен? 3 алу 3. Жоқ, 3 пен 3 қандай? Тең. Яғни бұл теңсіздік па, теңдік па? Теңдік. Теңдік, дұрыс айтасың. Мыналар не болды балалар? Теңдік болды ма, теңсіздік болды ма? Теңсіздік болды. Жақсы балалар. Ал енді балалар, мына есепке жауап берген балаларды бағалайықшы. Бірінші Алияды бағалайық. Бірінші тапсырманы жауап берген. Светофор әдісімен бағалаймын, не бағдаршам әдісімен. Ары қарай. Екінші бізде жауап берген Жауһарды бағалайық. Және үшінші жауап берген Алинаны бағалайық.
Ал енді балалар, келесі бізде тапсырмада, 5-ші тапсырмада есеп құрастыр деп тұр балалар. Ұлттық киім киген қыздардан есеп құрастыр дейді. Ал қанекей балалар, есеп құрастырып көрейікші. Кім құрастырады? Менде қандай? Қызыл көйлек киген қыз қанша болып тұр? Гүлім айта қойшы. Тыңдаймыз. Қызыл көйлек киген қыз үшеу. Қыздар үшеу. Оларға келіп? Төрт сары көйлек киген үш қыз қосылды. Сұрақ қой. Қандай сұрақ қойыңыз балалар? Барлығы? Белгісіз, дұрыс айтасың. Енді айт. Үшке қосу төрттен болады жеті. Жауабы? Жеті. 7 қыз де. Жауабы 7 қыз. Жақсы. Енді керісінше кім айтады балалар? Кересеп құрастырамыз. Тағы кім айтады? Басқа. Аяғаншы. Қазақша киген көйлек қыздар қанша еді? Барлығы. 7 қыз. 4 сары көйлек киген қыздар кетіп қалды. Сонда сұрақ қой. Қанша қыз? Қанша қыз? Қалды. Ал не істедің айтшы? Шешу ұнай. 7-ден 3 қалды. Жауабы? 3. Қандай көйлек киген қыздар? Қызыл көйлек киген қыздар. Ал балалар, есеп құрастырған балаларымызды бағалайықшы. Бірінші Гүлімді бағалайықшы. Қалай? Дұрыс жауап берді, иә? Енді Аярды бағалайық. Орныңызға тұрайық, балалар, серікті сәтін жасайық. Орныңызға тұрайық. Айға бару тапсырмасы. Бұл жерде балалар өрнек берілген, сол өрнектерді салыстырамыз. Міне, бірінші тапсырманы кім орындайды? Ахат, бірінші тапсырманы орындашы. Ал, айта қой, оқы. Оқышы Ахат. Тұр орнына. 7 мен 3-тен қосындысы. 7 қосу 3-тен 10, 5 қосу 5-тен 10, екеуі тең. Жақсы, екеуі тең. Ары қарай. Линас, 10-ға 20-ны қосамыз қанша болады? 30. Және 20-ға 20-ны қосамыз? 40. Яғни онда қайсы көп? 40 көп па, 30 көп па? 40 көп. Ары қарай. Айта қойшы. Онда 30 қосу 10, 10 қосу 10. Мына енді қанша болды? 40. 40. Мына жерде 20. 40 көп па, 10 көп па? Ой, 20 көп па? 40 көп па, 20 көп па? Қайсы артық? 40 артық екен. Ары қарай. Бар ма? Келесі мына тапсырманы қайсысын орындаймыз? Мерейлер. Мерейлер орындашы. Дұрыс айтады. 6. Қандай жауап берген балалар бағалайықшы балалар? Жауап берген балалар бағалайық, қапыра қалсын. Жақсы. Қазір ең соңғы қорытынды бойынша біз балалар
Ол дұрыс екен, міне 50 келді. Егер дұрыс болмаса келмейді балалар. Келесі тапсырманы орындаймыз. Кенже? 30-ға қосамыз 30-ды және 30-ды. 90 болады екен. Келесі? Айта ғой. Бота? 30 қосу 40. Кен 70. Келемекен көрейік біз. Келесі тәте демейміз. Жалпазын. 20. Мына, осы балаларымыздан алдымыздағы геометриялық фигуралармен бағалаймыз балалар. Мынандай геометриялық фигуралармен. Бағалай ойындар, бағалаймыз кәмшейін, жылдамызда бағалап жіберейік. Бәріміз бағалаймыз, бәріміз. Жақсы. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сендерге бүгін көп рахмет.